Ал Шымкенттегі Шымкент-Павлодар мұнай құбыры өткен аумаққа үй салған тұрғындар бүгін облыс әкімінен араша сұрады. Баспаналарға қатысты мәселе осы күндері сотта қаралып жатыр. Қалада Қазығұрт және Сәуле шағын аудан тұрғындарының үрейленетін жөні бар. Себебі Казтрансойл мекемесінің талап арызын қарап жатқан сот жуырда екі үйді өтемақысыз бұзу туралы шешім шығарғанын хабарлағанбыз. Бұл жолы жергілікті басшылар мұнай құбырына жауапты жақпен ортақ келісімге келген сынды. Айзада Төребек қызы толықтырады. Қазығұрт шағын ауданы тұрғындарының талабы жалғыз баспаналарын сақтап қалу. Өйткені соттан жиі шақырту алатын 100-ге тарта отбасы әр күнін далада қаламыз ба деген үреймен өткізіп келеді. Мен өз басыма келетін болсам, 53-ші метрде мен босағам тұр. Соған байланысты қорқып жүрміз. Осынша халықтың ежелі жылатып, уақытысында берген адамдар қайда? Заң орнымынан земельный бәрі қайқа қарап отырды деп өкпеліміз негізі. Шыдамның да шегі бар деген ағайын бүгін таңертең облыс әкімдігі ғимаратының алдына арнайы жиылды. Мақсат тілектерін аймақ әкімінің өзіне жеткізу. Өйткені барлығының қолында заңды құжаты бар. Сіздер ойлама, қалай документті тек басып домовой беріп, осынша қатты зарын шақырасыздар. Мынандай документті атасына аламаздар, қалай ойланбай бересіздер мысалы. Біреуіңіз екі күн бір апта істейсіздер де жеп қашып кетесіздер. Екіншіңіз келесі бір апта жеп қашып кетесіздер. Сонда халықтың өмірі ойыншық па? Тұрғындардың бүгін ашуы қатты. Бұған дейін талай табалдырықты тоздырған халық өздерін сабырға шақырған жауаптылардың уәжіне илана қоймады. Аймақ әкімінің өз аузынан бір жауап естімей кетпейміз деп табандаған халыққа облыс әкімі Асқар Мырзахметовтің өзі келіп жолықты. Тек бұл мәселені жақында ғана естігенін айтқан әкім мүмкіндігінше халықтың пайдасына шешуге уәде етті. Іле-шала Казтрансойлдықтармен осы салаға жауаптыларды жиған әкім өгізді өлтірмейтін, арбаны сындырмайтын ортақ келісімге келді. Қазір біз бір келісімге келіп отырмыз, үйлер бұзылмайды. Ең бастысы мынау жаңағы сіздер көтерген мәселе қазір шешімін тауып отыр. Ал енді соттың шешімдеріне байланысты ол жерден жаңағы сотқа шағымданған Казтрансойл олар қазір өзінің шағымдарын қазір қайтарады. Сондықтан үйлер бұзылмайды. Бұзылуы мүмкін тек 25 метр аумаққа кірген қора қопсылар ғана. Оны арнайы құрылған комиссия анықтамақ. Бұл жаңалықты естіп, иығынан ауыр жүк түскен тұрғындардың қуанышында шек болмады. Мұнай құбыры болса келешекте кезең-кезеңімен көшіріледі. Жергілікті билік әуелгі кезекте жер мәселесін шешіп бермек. Тек ендігі жерде рұқсат етілген 25 метр аумақтан қарыс қадам аттап кеткендерге кешірім болмайды деп қадап айтты. Айзада Төребек қызы, Серік Талас, Астана арнасы, Шымкент.